Саламатсыздар ма, қадірлі оқушылар. Бүгін бізде зертханалық жұмыс тақырыбы материалдың су сіңіргіштігі мен суыққа төзімділігі. Біз алдын ала теориялық білімді алдық, лекцияларды жазып, бәрін талдап, ал енді бүгін соны іс жүзінде танысып көруіміз керек. Міне сол үшін қышкесектің сыңырын алдын ала таразыда өлшеп, мәнін жазып қоямыз. Сонан кейін осы қыштың сыңырын 4 бөлікке бөлеміз. Бірінші бөлік, екінші бөлік, үшінші бөлік. Яғни 4-тен 1-і, жартысы, 4-тен 3-і және толық биіктігі. Міне осыны шыны ыдыстың ішіне саламыз. Сөйтемізді суды бірінші деңгейіне дейін суды құямыз. Міне, суды бірінші деңгейіне де суды құйдық. 2 минут осыны күтуіміз керек. 2 минуттан кейін оны алып, таразыға өлшейміз де, мәнін тағы да жазып қоямыз. Сонан соң осы үлгіні қайтадан шыны ыдысына салып, оның жарысына дейін суды құямыз. Міне, жарысы деңгейінде осы кішкесектің жарысына дейін суды құйып, бұны да 2 минут күтеміз, су сіңгенше. 2 минуттан кейін оны алып тағы да таразыға өлшеп, мәнін жазып аламыз. Сонан соң тағы да қайталап, енді 4-тің 3 деңгейіне дейін суды құямыз биіктігіне. Міне, су құйылды. Бұны да 2 минут күтеміз. 2 минут суды сіңдау деген кезде бар, оны таразыға өлген шығарып, қайтадан таразыға өлшеп, мәнін жазып аламыз. Болғаннан кейін, қайтадан осы ыдыстың ішіне салып, суды толығымен анау қыштың сынығы толық судың ішіне малыну керек. Осыдан кейін тағы да сіңдау деген кезде оны алып, біз нағыз уже толық сіңірген қыштың сынығын тағы да өлшейміз. Осыдан кейін, мәнін бәрін алғаннан кейін, аналитикалық жолмен есептеп, осының суды сіңіру қабілеті мен суыққа төзімділігін анықтаймыз. Қажетті аспаптар: аналитикалық таразы, секундомер, яғни уақыт өлшеп тұратын, шыны ыдыс, материал бұл керамикалық кірпіштің сынығы. Секундомермен біз әр 2 минут сайын уақытын өлшеп тұрамыз. Ал шыны ыдысты керектіні ішіне қыш сынығын 4-ке бөліп, сонша салған кезде суды керегінде біз әр деңгейін, қай деңгейдің толғанын көріп тұрамыз. Сонымен, сумен қанығу дегеніміз жоғары қысымның немесе вакуумның көмегімен тау жынысының сулы ортада өзіне суды сіңіру қабілеті. Су сіңіру дегеніміз материалдың сумен тікелей қатынасы кезінде өзінің қуыстарында суды сіңіру және ұстап тұру қабілеті. Су сіңгеннен сол үлгінің массасының ұлғаюы келесі формула арқылы анықталады. Яғни дельта М тең болады МИ алынған М құрғақ деп тұрады. Мұндағы МИ деп отқан үлгінің суға қаныққандағы салмағы, ал М құрғақ үлгінің кептірілгеннен кейінгі салмағы. Осы зерттеуден кейін біз арнайы зерттелген нәтижелерді кестеге түсіреміз. Бұл кестеде көрсеткіштер өлшемдері. Құрғақ үлгінің массасын алдын ала біз өлшеп алдық 125 грамм. Сіңіру уақыттары әрқайсының 4-тен 1-і
жартысы 4/3 және толық нетті, әрқайсысы 2 минутта. Үлгінің массасы, бірінші 4/1-дегі массасы 132 грамм, жарты деңгейіне келгендегі массасы 135, 4/3-не дейін биіктікке көтерілгенде массасы 138, және толық суға енгендегі сіңірген судың массасы мен 139. Массаның ұлғаюы жаңағы формула бойынша әрқайсысы 4/1-нің 0,7, 2/1, яғни жартысына 1-ге тең, 4/3-і 1,3-ге тең, және толық сіңгендегі 1,4. Одан кейін суға сіңірген массасының көлемі WM процентпен берілгенде ең соңғысын аламыз, яғни уже толық суға сіңгендегі 11,2%. Суға сіңірген көлемі W, ол да процентпен берілген пайызбен, ол 21,5. Кеуектің суға қанығу коэффициенті KN 0,81. Енді ол қалай анықталды? Мысалы, суға сіңірілген массасының көлемі келесі форма анықталады. WM тең болады M қаныққан материалдың суға қаныққандағы массасы минус сол құрғақ күйіндегі массасы, және қатынасы құрғақ күйіндегі қатынасына тең массасына 100-ге көбейтеміз. Ал енді сол суға сіңірілген көлемі WO тең болады WM көбейтілген ρM бөлінген ρ судың формасы H2O 100-ге көбейтілген. Мұндағы ρM үлгінің орташа тығыздығы, ал H2O деген судың тығыздығы 1 грамм сантиметр куб. Енді осының қаныққан кеуектігін анықтау үшін, суға қаныққан кеуектігін анықтау үшін арнайы кестеде беріледі. Мұны кеуектің тығыздығы коэффициентпен болаттікі 0-ге тең, граниттің кеуектілік пайызбен 3-ге тең, керамикалық қыштың кеуектілік пайызы 26,5-ге тең, ал ағаштікі 67%, пенопластікі 98%. Мұны соны ескере отырып, біз осы қаныққан коэффициент анықтау үшін WO-ны бөлеміз K-ға. Біз ғана суға сіңірілген көлемі 21,5, ол мына формулды көтіріп 21,5 бөлінген кеуектілік 26,5, кіштің кеуектілік 26,5% бөлінгенде 0,81. Егер осы KN-іміз 0,6-дан кіші болса, үлгі суыққа төзімді деген сөз. Егер 0,6-дан үлкен болып 0,8-ден кіші болатын болғанда, үлгінің суыққа төзімділігі күмән деген мағынаны білдіреді. Ал егер осы KN-іміз 0,8-ден үлкен болған жағдайда суыққа төзімсіз деп саналады. Біздің есебіміз бойынша KN-іміз 0,81 болғандықтан шешімі мысал бойынша үлгі суыққа төзімсіз деп саналады. Осымен жасаған тәжірибеміз аяқталды. Осы тәсілмен жасап отқан мағына сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Сұрақтарыңыз болса жазып жібересіздер. Сабағымыз осымен аяқталды. Келесі сабаққа кездескенше сау саламатты болыңыздар.